Көрермен қайырлы күн. Альмира ханым көрінбей қалған болатын эфирде. Ендігі эфирге шығатын ойы бар ма екен? Кеше болса желіде кадр сыртында жүрген Альмираны көрген болатынбыз. Орнына басқа жүргізуші қарап жатырған секілді. Комментарийларда барлығы Альмира ханымды кетсін деп жатыр. Ал орнына бәрі күтіп жүрген Диана ханым келіп қалуы мүмкін. Себебі қолдаушылары әлі күнге дейін күтіп жүр. Ең жақсы жүргізетін жүргізуші шынымен ол Диана ханым. Нағыз кәсіби, өз мамандығын білетін адам. Қалай ойлайсыздар, эфирге кім оралады? Ал Диана ханым қандай ойда екен, не деді? Мен эфирге бір емес, одан көп рет шақырған болатын. Ал енді эфирге шығамын ба, шықпаймын ба білмеймін деген болатын. Сіздер кімді күтесіздер? Ал Мұса болса жүргізушінің сөзін дұрыстаймын деп жобадан кеткен болатын. Қазір болса Астана қаласында өзінің отбасымен жүрген болатын. Бір сөз айтқан болатын. Болашақ келінім дәрігер, оқытушы болғанын қалаймын. Және де отбасыма сондай қыз күтемін деп. Ол эфирге оралама. Жақында бір видеосы шыққан болатын, кешірім сұраған. Бірақ кім екенін айтпады. Жалпы бәрінен кешірім сұраған болатын. Мені де кешіріңіздер деп, мен сіздерді кешірдім деп. Сол сөз кімге арналды екен? Жүргізушіні меңзеп қайта жобаға оралғысы келгені ме? Оны енді алда көре жатармыз. Негізінде Мұса мен Альмираның арасында бір-бірін қатты жақтыртпайтыны байқалатын болды. Қазір болса Бауыржанның өзі эфирді жүргізіп жүр. Енді алдағы уақытта көреміз, қалай шешіледі екен. Ал оқырмандарымыздың пікірін оқып қайтайық. Диана кәсібі журналист. Альмирамен салыстыруға келмейді. Әркім өз орнын білу керек. Дауысы да противный, ұрысуға жақын отырады. Ұлы Абайдың сөзі сендейлерге арналмаған Альмира. Өзіне көп алма. Күшіктерді ырылдастырып қойып отырған төбет ит сияқтысын. Ашы болса да шындық. Өз орынды біл. Альмира, сіздікі түкте дұрыс емес. Өзіңізді кереметпін деп санайсыз ба? Екі қызды тайрандатып қойып отырсын, сол екі қыз бір күні өзіңе де қарсы шығады. Осыны ұмытпа, өйткені оларда ешқандай ұят деген жоқ. Мұсаға ешкім үйретпей ақ қойсын. Ел көрген, жер көрген, оқыған көп адамдармен араласқан. Бір адал жар кездесіп бақытты болсын, мына бажылдаған қатындардың ортасында отырғысы да келмеген шығар. Ал сіз не деп айтасыз? Кім жүргізуші болғанын қалайсыз? Жаза кетіңіздер.